Сәлем баршаңызға, сіз білмейтін қызықтар арнасына қош келдіңіздер. Бүгін арнада қызықты ақпарат, темекінің 3 пайдасы туралы айтатын боламын. Біріншісі, темекі шегетін адамның үйіне ұры кірмейді. Ал енді не үшін ұры кірмейді? Өйткені ол түнімен «хө» деп жөтеліп шығады, өкпе қойлар ұқсап. Ұрылар мынау әлі ояу екен деп ойлайды да кірмей кетіп қалады. Екіншісі, темекі шегетін адамға ит жоламайды. Неге? Ол ауру болғаннан кейін таяқ ұстап жүреді. Қолында таяғы барларға ит жоламайды. Үшіншісі, темекі шегетін адам қартаймайды. Неге? Себебі ол жасына жетпей өліп кетеді. Білесіздер ме, бір жылда қанша адам темекіден өлетінін? Пәленбай миллион осы темекіден өледі. Адамның ішін шіртіп тастайды темекі. Сондықтан да денсаулығымызды күтейік. Сіз білмейтін қызықтар арнасына тіркеліп кетейік. Егер видео ұнаса, лайк басып, бір пікірлеріңіз болса, комментарияға жазып кетулеріңізге болады. Барлықтарыңызға рахмет.